алдағы уақытта бір нәрсе сатып алуды жоспарлап жүрсіз ба? Әлде бизнес бастау ойыңызда бар ма? Мүмкін шетелге саяхаттауды қалайсыз ба? Ал бұл жайлы жақындарыңызға, достарыңызға айттыңыз ба? Егер енді айтайын деп жүрсеңіз, тыныш тұра тұрыңыз. Ойыңыздағы жасаймын деп жүрген жоспар мақсатыңызды ешкімге айтпаңыз, тіпті жақындарыңызға да. Себебін бүгінгі видеодан көре аласыздар. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңырауды басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен мынаны біліп алайықшы. Біз неліктен жоспарлаған ісімізге үндемей кірісудің орнына адамдарға жария қылып айтып қоямыз. Бірінші себебі айналамыздан қолдау күтеміз. Иә, біз жоспарларымызбен бөліскенде, шынымен де соны істеуге ниетті боламыз. Сондықтан да толық сеніммен мен мынандай істемекпін деген сияқты жоспарларымызды еш бүкпесіз айтамыз және бұған жететінімізге кәміл сенімді боламыз. Отбасымыз тарапынан қолдау табамыз. Олардан қолдау көрген соң біздің ішкі жан дүниемізде мені мойындады, мен жарадым дегендей жағымды бір сезім пайда болады. Екінші себеп мақтанғымыз келеді. Қазіргі кезде әркім өзін мақтайтыны рас. Бұған қоса, өз-өзіңді мақтамасаң, сені кім мақтайды деген сөз де бар. Мен былай істейін деп жатырмын деу арқылы іштей басқалардан мақтау күтіп тұрамыз. Ал қандай адамдар жоспарымен бөліспейді? Белгілі бір жетістікке жеткен, өз-өзіне сенімді адамдар жоспарымен бөліспейді. Себебі олар алда әртүрлі жағдай болуы мүмкін екендігін ескереді. Олар ойға алған ісін жасайды. Сосын сол жобаның жалпыға жария ететін уақыт келгенде ғана өздері құрған жоба жайлы айта бастайды. Мысалы, Марк Цукербергті алайық. Ол Фейсбуктың аты Мета болып өзгеретінін, Фейсбуктың жыл сайын өтетін конференциясына шамамен бір апта қалғанда ғана бөлісті. Оған дейін Мета ғалам жайлы айтылғанымен, оның Фейсбук желісінің аты болып өзгеретінін ешкім білген жоқ. Неліктен жоспар мақсатыңды ешкімге айтпау керек? 1933 жылы шетелдік психологтар біз ойға алған ниетіміз жайлы неғұрлым көп адамға айтсақ, соғұрлым оның жүзеге асу ықтималдылығы аз болатындығын анықтаған. Себебі зерттеуші Вера Малердің айтуынша, біздің ойымыздағы жоспарларымызды біреуге айтқан кезде біздің түйсігіміз ол істі жүзеге асырып қойылған деп қабылдайды. Нәтижесінде бәрін істеймін деп құлшынып тұрған біз, басқа адамға жоспарларымызды айтқан соң, сол жұмысты істеуге деген мотивациямыз жоғалып, кейінге қалдырамыз. Ал 1982 жылы психология профессоры Петер Голуцер 63 адам қатысқан зерттеу жүргізеді. Зерттеуде қатысушыларды екі топқа бөліп жоспар жазғызады. Біріншісін жоспарларымен басқаларға бөлісуге міндеттейді. Ал екінші топта бұл жоспарлары жайлы ешкімге айтпауы керек. Оларға сол жоспарларын орындауға 45 минут уақыт беріледі. Нәтижесінде жоспарын барша адамға жария еткен қатысушылардың жұмысқа деген мотивациясы аз болып, істі соңына дейін жеткізбей ортасында тастап кетеді. Ал ешкімге айтпаған екінші топ жоспарын іске асыруға деген құлшыныстары мол болып, өздеріне берілген 45 минутты тиімді пайдаланады. Біз мен мынаған қол жеткіземіз деп алдымызға мақсат қойған кезде, миымыз соған қол жеткізуге дайын тұрады. Ал егер сол мақсатымыз жайлы өзгелерге айтып бастаған кезде, біздің ми мына мақсатқа қол жеткізіп қойдық деп қабылдап, әрі қарай әрекет жасағысы келмейді. Қорыта айтсақ, жоспарыңыз орындалсын десеңіз, ол жайлы ешкімге айтпаңыз. Бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар.